Ақштап Бақтыгереева биыл 80 жастың биігіне көтеріліп отыр. Мемлекеттік сыйлық лауреаты, құрмет орденінің иегері, Батыс Қазақстан облысының құрметті азаматы, халық Ақшағала деп құрметтеген ақынның осынау мерейтойына орай қазақ поэзиясының Ақшағаласы атты әдеби кешіне назарларыңызға ұсынамыз. Халқымыздың қадірмендісі, ұлтымыздың мақтанышы болып, жалғанды жылдармен елімен бірге жасай берсін. Сен жайқай ерке қыз келерінде, өлең жазып ақ көйлек желегіне, сағынышы басылмай жүр егесі, құлаш ұрып қайтпаса керегіне. Махаббат болмаса егер, зарлап жібек қозы үшін сұлу баян өлер ме еді. Ғасырлап дәуірінен озған да өлең, мүмкін бе пәк сезімді жазбау деген, жыр кені ұлы абайдың жүрегінде бітпеген, бір ән кеткен тоғжан деген. Екі рет оралмайтын бір ғана өмір, өмірді ғашықтықпен сүю керек. Шын сүйсең, жарқыл бөлек жанардағы, бастайды батыл ағын жаңарынаны. Бақыт сый табу үшін жер бетінен алдымен сүю керек адамдарды. Ақ таңды сүю керек нұрын күннің, ұната білу керек түрін гүлдің. Қыздары ғашықтықтан өліп кеткен аңызын оқу керек бұрынғының. Ақштап Бақтыгереева Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің, Жаңғырхан атындағы аграрлық техникалық университетінің құрметті профессоры. 2004 жылы Орал қаласының құрмет азаматы. Ақ бесікте күй тыңдадым сәнду ғаштың сүйкімді әнін. Мен де, сен де сұлулыққа ғашық болып, гүлімнен саусақ жайып ұмтылғанмын. Мен де бір гүлің едім қырда өскен, өзің деп арманым жоқ шырқап өтсем. Көркіңе көктем жерде сән қосатын, қырна өз қолыммен бір талай Жердеген, сағындық маза бермеген, анаңдай алғаш айналаған, әкеңдей тұңғыш тербеген. Сырыңа қанбайтынмын, ауатын назарың көп. Мен сені ойлайтынмын, жастықтың базары деп. Мен сені ойлайтынмын, таусылмас ән ғой деп, төменге қонбайтұғын тәкаппар қыран ғой деп. Жалынның барлығына күймес деп ойлайтынмын, саусағы әр бұрымға тимес деп ойлайтынмын. Ақ сөйлеп, адал келетіндермен, шындықты жақтап жүретіндермен, сыйластық сырын білетіндермен танысқым келеді мен. Жанары мөлдірегендермен, жүрегі елжірегендермен, үмітке сендіре білгендермен табысқым келеді мен. Жырлап, ғұмыр кешкен ару ақын, шалқардың шалқи бергей, айдының жүзген, ақ желкен, Ақштап Бақтыгереева тума талант. Халқымыздың құрметі мен махаббатына бөленген ерке бұлан қыз, ақындарымыздың бірегейі, әрі қарай ауылдық кітапханада ақынның шығармашылығына арналған «Жайықтан ұшқан Ақшағала» атты кітап көрмесімен жалғасады.